Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде терроризм мен экстремизмнен келетін қауіп-қатерлердің алдын алу мақсатында семинар өтті. Онда теріс ағымның жетегінде кеткен жастарды дұрыс жолға үндеу, жат ағымдардан сақтанудың жолдары жан-жақты талқыланды. Семинарға Қазақстан Республикасының Дін істер комитеті төрағасының орынбасары, университеттің оқытушы профессорлық құрамы, дінтанушылар мен студент жастар қатысты. Онда бүгінгі күннің көкейкесті мәселесіне айналған діни ахуал жайы сөз болды. Діни экстремизм ұғымы заңсыз әрекет жолына түскен теріс діни ағымдағы адамдардың идеологиясы мен іс-қимылы арқылы анықталады. Мұндай зайырлы қоғамға қарсы шығу әрекеттері бүгінде жиі ұшырасып жүргені жасырын емес. Әлемдегі болып жатқан күрделі процестердің бірі бұл діни экстремизм және терроризм бағытында осы жастарға соны жан-жақты көрсетіп және олардың біздің мемлекетімізде қайталанбауын, біздің мемлекетімізде тек қана тыныштық пен татулық болу жайында көп мәлімет беріліп жатыр. Жиынға қатысушы комитет өкілдері мен университет оқытушылары еліміздегі діни ахуал жайында баяндамалар жасады. Онда жастарға дәстүрлі емес діни ұйымдардың түпкі саясаты мен олардың қазіргі қоғамға тигізер залал жайында молынан мағлұмат берілді. Қазіргі кездегі көптеген адасушылықтар, яғни жастардың еліктеуінен болған әртүрлі терактылар, діни экстремизмге әртүрлі жағдай жасап берді. Мысалы, олардың біліп, анық бағдарын, дінге деген қызығушылығын, соның орнында ислам дінінің нақты бір іліміне негізгі хабар бағдарын айқындап берді. Семинар соңында лаңкестікке қарсы сауаттылықты анықтау мақсатында студенттер арасында сауалнама жүргізіліп, аталған мәселелер төңірегінде пікірталастар ұйымдастырылды. Іс-шараға қатысушылар түрлі халықаралық ұйымдар арқылы қаржы тартуға, лаңкестік пен экстремизм мәселесі мен оның туындау себебін зерттеуге ден қою керектігін айтты. Сәбит Әлдебай, Руслан Сандыбай, жаңалықтар қызметі.